Қазақстан әлемдік туристер үшін Германия, Франция, Испания мен Италия сияқты алпауыт елдерден де қауіпсіз ел деп саналды. ақш-тың билігі азаматтар үшін саяхаттауға арналған мынадай карта жариялаған екен. Дегенмен ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексеріп көрейік. ақш мемлекеттік департаментінің дерегінше, Қазақстан расымен де туристер үшін қауіпсіздік жағынан бірінші деңгейге кіретін елдер тізімінде бар. Бірақ бұл айтарлықтай жаңалық емес. ақш Қазақстанды сонау 2024 жылдың тамызынан бері тізімге енгізіп келеді. Яғни ақпарат шындық. ақш билігі шетелге шығатын азаматтарға арналған ұсыныстарын жазып, елдердің қауіпсіздік картасын жариялады. Қазақстан көк туге боялған бірінші деңгейге сақтап қалды. Жақын елдерден Өзбекстан мен Моңғолия және бір қызығы Түркменстан да бар екен. Ал Қырғызстан бірінші деңгейде болғанымен қауіп-қатер аймақтары бар ел ретінде көрсетілген. ақш-тың азаматтарына арналған бұл ұсыныс 2018 жылдан бері жүргізіліп келеді. Ал ел бойынша деректер елдегі тәртіпсіздік, көтеріліс, табиғи апаттар мен түрлі жағдайларға байланысты жаңарып отырады. Бір қызығы, Еуропадағы Германия, Франция, Испания, Италия мен Ұлыбритания сияқты алпауыт елдер картада сары түске боялған. Ал түстерге келетін болсақ, сары түс сақтық шараларын сақтап жүру керектігін білдірсе, қызғылт сары түске боялған елдерге барар алдында міндетті түрде сапарыңызды қайта қарау керектігі ескертіледі. Ал қызыл түске келетін болсақ, бұл елдерге мүлде баруға кеңес етілмейді. Ал сіз мына түске боялған елдердің қайсысына барып көрдіңіз?